Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Тараз қаласында Төле бидің есімі бүкіл қала арқылы өтетін даңғыл деп аталады. Онда негізгі тарихи орындар, тәуелсіздік дәуірінің ескерткіштері орналасқан. Бұл тұңғыш президент саябағы, мәңгілік ел монументі, Алматыдағы желтоқсан оқиғасының батыры Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақ. Мұнда Достық қаласының орталық алаңы, облыстық драма театры, орталық мешіт, православие ғибадатханасы және басқа да бірқатар маңызды нысандар орналасқан. Төле би даңғылының ұзындығы 6 шақырымды құрайды. Оның орналасқан жері Тараз қаласы арқылы Ұлы Жібек жолының керуендері өтетін ежелгі жол трактімен сәйкес келеді. Бұл көшенің тарихта сақталған алғашқы атауы Кауфманская. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы Әулиеата қаласының даму кезеңіне жатады. Кеңес заманында көше коммунистік деп аталды. Тәуелсіз Қазақстан кезеңінде көше қазақтың ұлы Төле би есімімен аталды. Сондай-ақ Тараз қаласында Төле би атындағы мектеп-гимназия бар. Төле би Әлбекұлы қазақтың қоғам қайраткері, атағы жер жарған шешен, ұлы жүздің бас биі. 7 жарғыны жасаушылардың бірі. Әлбекұлы Төле бидің атасы Құдайберді би Есім хан мен Тұрсын хан егесі кезінде Есім ханды қолдап, Тұрсын ханды шабуға қатысқан. Яғни, Есім хан тұсында жасалып, халық аузында Есім ханның ескі жолы атанып кеткен қазақ халқының ғұрыптық заңдар жасауға қатысқан билердің бірі деп айтуға толық негіз бар. Өз заманында қазақ хандығының тұтастығы үшін күрескен қайраткер. Төле би өз халқының шешендік поэтикалық өнердің дәстүрлерін жастайынан бойына сіңіріп өскен, зерделі, сауатты адам болған. 15-20 жасынан билердің бас қосқан жиналысына қатысып, өзінің әділдігі мен шешендік өнері арқасында таныла бастайды. Төле би Әлібекұлы 1663 жылы Жамбыл ауданының Жайсан шатқалында туылған. Ол зеректілігі мен ақылдылығының арқасында 15 жасынан бастап сот істеріне қатысып, өзінің әділдігімен халық арасында танымал бола бастады. Тәуке ханның тұсында барлық жүздердің басты биі болып саналған Төле би жерімізді жаудан тазарту үшін Қазақ, Қарақалпақ, Қырғыз және Өзбек халықтарын әскери одақ құруға итермелеп, жоңғарлармен соғысуға шақырды. Сондай-ақ, ол Ұлы жүздің Ресей империясына қосылуына себепші болған би. 1756 жылы 93 жасында Оңтүстік Қазақстан облысының Ақбұрған ордасында қайтыс болып, Ташкент қаласында жерленді. Бүгінгінің биі бірінші кезекте халыққа сот төрелігін шынайы әрі турашылдықпен жүзеге асыруда әділ билігімен танылған, соттық функцияны атқаратын мемлекеттік қызметші. Даланың данагөй бабалары қазақ қоғамының, қазақ мемлекеттігінің дамуына бағасы жоқ үлес қосып, ал рулар мен тайпалардың арасында қалыптасқан даулардың шешудің қайталанбас жолдарын көрсетіп, үлгілерін танытты. Қаншама ғасырлар артта қалса да, адал сөз, әділ биліктің жаңғырығы біздің жаңа дәуірімізде де әлі естіліп тұр. Төле би 18 ғасырдағы қазақ даласындағы кемеңгер текті тұлғалардың бірі саналады. Елдік пен ерлік мәселесінің тағдырына жалғыз сөзмен түйін қойған тұлғаның кіндік қаны тамған жерге қойылған ескерткіш белгі Шу ауданы Жайсан қыстауынан шығысқа қарай 13 шақырым жердегі Үңгірлі өзенінің сол жағасындағы төбенің басында орналасқан. Ескерткіштің биіктігі 3/2, ал ені 1 метр болатын қызыл мәрмәр тастан өнделіп жасалған. Төле би кесенесінің ғимараты пирамидаға ұқсас ерекше күмбезі бар тік төртбұрышты болып келеді. Құрылыстың қас беті іш жүзінде қапталмаған. Күмбездің тұсында 15 ғасырдың төбесінен сүңгі түрінде салбырап тұратын әк тұмба сақталған. Кесененің күмбезі қатты қираған. Ол 20 ғасырдың 70 жылдарында ғана қалпына келтірілді.